Сью ханым, сіз қандайсыз? Бұл 50.000 юан сіз үшін сыйақы. О, Сью ханым, сіз маған жалақы беріп қойғансыз, бірақ мен оны сұрай алмаймын. Маған қамқор болмасаң, жол апатым тез жазылмас еді. Сіз ақшаны алуыңыз керек. Сью ханым, мұның бәрі мен табуым керек ақша. Мен сенен жақсы демалуыңды сұрай алмаймын. Мен оны алуға бардым. Мырза, Сью, Ли апа шынымен де өте мейірімді және ақ көңіл. Сіз орта жастағы әлемдегі ең жақсы 100 әйелді қабылдамай, одан төрағаның әйелі болуын сұрағаныңыз таңқаларлық емес. Ол қазір балама ғана. Тек соңғы сынақтан өту арқылы ол Цзанчжоудағы ең бай адамның әйелі және Сью Маомаоның анасы бола алады. Осыншама ақша мен келісім шартқа отырып, оны жоғалтқан адам асығыс болуы керек. Мен полицияға хабарласқаным жөн. Ей, мен полиция шақырғым келеді. Мен ауруханадан ақша мен құжаттары бар сөмкені алдым. Дұрыс. Мен сені күтемін. Балалар, асығыңдар. Сью мырзаның шын мәнінде 1 миллион қолма-қол ақшаға қызықпайтын адамы бар. Оның жүрегі мейірімді және ақша жинаудан тартынбайды. Ол шынымен де әкемнің әйелі болуға ең жақсы үміткер. Келесі жолы көре аласыз. Ли апа, Сью ханым, баяулаңыз. Ли апа, мен сізге екі нәрсені айтқым келеді. Сіз бұл менің әкем асырап алған менмін дедіңіз. Ол әрқашан бойдақ, мейірімді, адал және сенімді болды. Сенің қолыңнан келмейді деп естідім. Неге екеуің тырыспайсыңдар? О, жоқ. Мисс, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Менің күйеуім бар. Мен алғаш рет 30 жыл бұрын жүкті болғанымда, күйеуім шетелге кетті. Мен оның осы жылдар бойы оны алу үшін қайтып келуін күттім. Телефонға жауап беріңіз, анашым. Үйге асығыңыз. Мен сізді іздейтін бірдеңе бар. Жарайды, тез қайт. Бұл Сью ханым, менің келінімнің маған қатысы бар. Сондықтан мен бірінші барамын. Әке, мен саған әйел іздеп жүрмін. Маумау, сен тағы да араласып жүрсің бе? Білесің бе, әкемнің жүрегінде сенің анаң ғана бар. Менің басқа әйелдерге аллергиям бар. Әке, сіз оны 30 жылдан бері іздеп жүрсіз, бірақ таппадыңыз. Жақсы өмір сүру үшін әйел табу керек. Ли апа ең жақсы үміткер. Ал, фото мекенжайды телефоныңызға жіберіңіз. Бастаманы өз қолыңызға алуды ұмытпаңыз. Ей, абай бол. Бұл адамдарға пьеса бар сияқты сезінуге мәжбүр етеді. Ал адамдарға пьеса бар сияқты сезінуге мәжбүр етеді. Айтыңызшы, біреу менің болжам жасап жатқанымды хабарлады. Мен енді Қытайда қала алмаймын. Мен ертең шетелге кетемін. Сіз екінші рет үйлендіңіз бе? Мені күтпе, Джон аға. Мен сені бұл өмірде танимын. Мен өмір мен өлімді өз халқың деп атауға батылым бармайды. Өлім сенің елесіңсің. Мен оны атауға мүлдем батылым бармайды. Айтыңызшы, сіз мені күтесіз. Мен ақша тапқан кезде, мен сізді алып кетуге қайтамын. Сен маған қарт адамдай көрінесің. Сізде туу белгісі бар ма? Маған сасық гангстер психопатын көру ыңғайлы. Ол менің күйеуім болмауы керек. Сондықтан күйеуім бұлай жасамас еді. Бұл кездейсоқтық болмау керек. Әй, әкеңнің жүрегінде жалғыз анаң бар. Қызыл шам, сен абайлап жүресің. Мен саған тақтамның физикалық байланысқа сезімтал емес, фото мекен жайын жібере аламын. Барма, әйтпесе аштық жариялап аштан өлемін. Мияу, сен ол болуың керек. О, мүмкін, бас тартудың уақыты келді. Менің қызым үшін де, өзім үшін де Ли Венсю мені құтқарып, Маумауға қамқорлық жасады. Бұл ақылға қонымды. Мен Лао Люмен кездесуге барып, артымнан жомарт сыйлықпен алып кетуім керек еді.
Ерте ме, кеш пе, бұл сенің әйелдерің болады. Сен менің анамды Лю Бос Ли Джунхуиге үйлендіргің келеді. Бірақ бұл сенің кінәң емес. Қабілетің болса, ағама $500 000 сыйлық бере аласың ба? Саохуй, Лю бастық қандай жақсы, бай және күшті. Анамның оған үйленуі оның батасы. Сондай ақ, бос Лю сіз үшін электр энергетикасы бюросының мәселесін шешкісі келетінін айтты. Шынында да, бұдан былай сен шенеунік боласың, ал біз Цин-Цин шенеуніктің әйелі боламыз. Цин-Цин мені асығыс не іздеп жүр? Анам келіп отыр. Ал, анашым, сіз 30 жыл бойы өз бетіңізше көп жұмыс істедіңіз. Бұл жолы мен сізге әйел таптым. Бүгін екеуің сертификат алуға барасыңдар. Сен не істеп жатырсың? Мен сенің анаңмын. Осы жылдар бойы мен сенің әкеңнің қайтып келуін күттім. Мен енді үйлене алмаймын. Қартаймаңыз. Сіз бос Люге үйленіп, бай әйел бола аласыз. Саохуй электр энергетикасы бюросына директор ретінде кіре алама? Егер сіз өзіңіз туралы ойламасаңыз, ұлыңыздың болашағы туралы ойлануыңыз керек. Солай ма? Анашым, көрдіңіз бе? Мен бәрібір атақты колледж студентімін. Мен иттей жақсы емеспін. Бұл жақсы әке болмағандықтан емес пе? Егер бастық Лю менің әкем болса, мен ол сыныптастарымнан жаман болмайтыным сөзсіз. Саохуй, мен саған бала кезіңнен тамақ жетіспейтінін білемін. Бұл ана үшін кешірім сұраймын. Бірақ Саохуй, бұл бастық Лю оның жейтінін, ішетінін, құмар ойындарын, бәрін және мерезді жейтінін біледі. Мұны қалай жуғанымды қалайсыз? Жоқ, мен ақшаны алып қойғанмын. Үйленбесем үйленуім керек. Қайын жұрт, оны бұзба, қараңызшы. Сіз қартайдыңыз, ұсқынсызсыз және мұны істей алмайсыз. Егер менің отбасымның жасыл жүзі мен сіздің суретіңіз болмаса, бастығыңыз сізге қалай тең келер еді? Анашым, жай ғана жіберіңіз, мені мәжбүрлемеңіз. Егер мен Сао Цюйсинге үйленбесем, маған 500 000 юан бере аласыз. Сізге $500 000 не үшін қажет? Менің ағам үшін қалыңдықтың бағасы қалай? Мен сенің енеңмін. Қаншама жылдар бойы Пытан императрицасы. Мен ештеңе айтпаймын. Бірақ қазір мені ағаңның әйеліне сатып жатырсың. Балалар, сендер шектен шығып кеттіңдер. Жақсы немесе жаман болсын. Мен сіздің Ли отбасыңыздың ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалғанына өте қуаныштымын. Енді ағам үйленетін болса, маған жақсылық жасап, сыйлықтар алыңыз. Олай болмауы керек. Әйтпесе тағы айтамын. Мен үйленбегенмін. Жарайды. Иә, мен сенімен қазір ажырасқым келеді. Менің әйелім, менімен ажыраспа. Мен сенің қалай өмір сүретініңді айттым ба? Қаласаңыз, өз анаңызды кінәлаңыз. Қыз сұраудың не керегі бар? Анашым, маған көмектесіңіз. Сіз менің әйелімнің ажырасқанын көргіңіз келмейді. Солай ма? Менің кішкентай кезімнен әкем болған жоқ. Мен көп жылдар бойы көп оқыдым. Бірақ бұл пайдасыз. Мен 30 жасымда анама үйлендім. Егер мен ажырасатын болсам, бөлімшедегі әріптестерімнің мен туралы не ойлағанын қалайсыз? Сіз мені өлтіргіңіз келе ме? Саохуйдың анасы, мен үшін осыншама жылдар бойы көп ақша төлегеніңді және мен үшін құрбандық шалып жатқаныңды білемін. Сондықтан мен осы Саохуйге үйленемін. Неге мұндайсың? Мен көптеген жылдар бойы ауырып келемін. Егер сізге оқу керек болса, ол сізге осы нәрселерді үйретеді. Солай ма? Мен өлгенде сөйлемеймін. Сіз мені немесе сіздің анаңыз бен әйеліңізді қалайсыз. Өйткені сіз мені таңдайсыз, содан кейін мені тыңдап, оны құлыптаңыз. Енді менің үңгір бөлмемде бастығым болмайды. Уақыты келгенде, егер ол маған үйленгісі келсе, бұл менің анам. Пайдасыз нәрселер, тек маған қиындық тудырмаңыз. Мен қазір не істеп жатырмын? Бала, жай сұра. Сен мені жібердің. Ата-анама. Төраға, бұл маған Ли Венсю берген ақпарат. Ли Венсю Цзанчэн ауруханасында медбике болып жұмыс істейді және соңғы жылдары көптеген науқастар күйзеліске ұшырады. Оның ұлы Ли Джунхуи 985 жылы үздік студент атанды және соңғы жылдары депрессияға ұшырады. Ол әрқашан энергетикалық бюроға түскісі келді. Ли Венсю, менің құтқарушым, маған мүмкіндік берсін. Ли Джунхуи электр энергетикасы бюросында жұмыс істеуге келісті ме? Жарайды.
Төраға. Не? Мен электр энергетикасы бюросында жұмыс істей аламын ба? Әлде кеңсе директоры ма? Рахмет. Көшбасшы. Рахмет. Көшбасшы. Әйелі, мені естіп тұрсың ба? Мен онымен 30 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Ақыры оны бастан өткердім. Анаңның дәл қазір тұрмысқа шығуына рұқсат бергеніме қуанбадым. Бұған дейін бұл неке бастық Людің энергиясынан бейхабар еді. Осыдан кейін әкем оны бастыққа арналған электр энергетикалық бюросына орналастырды. Егер сіз бұрын үйленген болсаңыз, ол қазір режиссер болар еді. Менің қайын енем үйретті, және бұл менің миым үмітсіз. Лю бос соншалықты жомарт. Егер Ли Венсюдің әкесіне кейінірек бастық Лю ыңғайлы қызмет көрсетсе, бізді дамытпас едік. Жоқ, бос Лю, сіз осындасыз. Маған бірдеңе дұрыс емес деп айтқаныңыз үшін, алғыс білдіргеніңіз үшін рахмет. Мәселені шешкенімді күтіңіз, содан кейін тендерді шешіңіз, алдымен іске кірісіңіз. Сонда сіз маған көмектесесіз, есіктің сыртында. Лао Цзы ойнауға қуанышты болған кезде, сіз оның пайдасы үшін таптырмас боласыз. Ха-ха-ха, жарайды. Бастыққа мені не үшін жіберер едің? Мұнда не істеп жүрсің? Келме. Менің әпкем жоқ. 30 жылдан бері қасында жүрген анамның еркекке қатты ұқсайтынын айттым. Ағам саған көмектессін. Күтпеген жерден бұл өлген кемпір әлі де пайдалы. Солай емес пе? Саухуй, біз осы үлкен ағашты тұрақтандыруымыз керек. Сәлеметсіз бе, Лин Сю Джи Су мұндай адамды қайдан біледі? Оның жақсы нәрселерді бұзуына жол бере алмаймын. Сіз менің енемді іздеп жүрсіз. Ол алдын ала шығып кеткен. Әйтпесе басқа күні қайтып келуіңіз мүмкін. Менің анам мұнда жоқ. Жарайды ма? Мен ойнаған кезде Лао Цзы сені де, мені де орындайды. Бұл туралы сөйлесіңіз. Маған қара. Жарайды. Қорықпа, менімен бірге болса жақсы болар еді. Бірақ өкінішке орай олай емес. Ей, мен оның дәл қазір менің лақап атымды атағанын естіген сияқтымын. Мен оны қате естуім керек еді. Лао Цзыға кім мейірімді болғың келеді? Бұл ғашық, бұл жеткілікті ме? Сөйлеме, сен жеткілікті сексуалдысың. Сырттағы жабайлармен араласып, сияқты кейіп танытасың. Мен асығып, офлайн режимінде Сю мырза оны ұстап алып, сені сол жерге жібергісі келетінін хабарлаймын. Мырза, Сю шебері қайсысына мінеді? Сю әрқашан менің бастығым сияқты кетіп қалады. Сю мырза, сіз Сю. Мама мырзаны мені қалыңдыққа тұрмысқа шыққан анама шақырғаны үшін кешірдіңіз. Ал менің анам, сіз таққа отырған адамдар, анаңыздан оларды құқық қорғау органдарына жіберуін сұрай аласыз. Бюро. Өтінемін, мен Ли отбасының еті мен қанына жүктімін. Мен түрмеге бара алмаймын. Әке, қайын жұрт, болашақ немерелерің үшін кеттік. Анашым, өтінемін, бұл сіздің бүкіл отбасыңыз. Оны ұмыт. Сю мырза, біз шынымен қателескенімізді білеміз. Өтінемін, мені кешіріңіз. Сонда мен сізге тағы бір мүмкіндік беремін. Өлім жазасына кесілген қылмыстардың алдын алуға болады. Ал тірі қылмыстар электр энергетикасы бюросының құрылуына жол бермейді. Ма Цзин, Чен Гуйфен енді мені қорлауға шыдай алмайды. Мен енді олай жасамаймын. Ол кетті. Бүгін рахмет, бірақ сен менің үйіме неге келдің? Кездейсоқ. Біріншісі өмірді құтқаратын рақымыңыз үшін алғыс айту. Екіншісі қызыма жақсы күтім жасағаныңыз үшін алғыс айту. Мияу. Сю ханым, сіздің қызыңыз. Бұл кездейсоқтық емес пе? Тағы бір нәрсе. Мен сізге ұсыныс жасағым келеді.
ұлыңыз бен келініңізге ренжімеу үшін бірге тұрайық. Ол дұрыс айтады. Бұл отбасы енді шыдай алмайды. Олардың ойынша үйленбесем, ерте ме, кеш пе бүгінгідей жағдай болады. Бұл адам өзін өте қиын сезінеді. Ол жақсы адам. Мүмкін мен серіктес тауып, байға сенім артуға тырысатын шығармын. Бұл Сью мырза, сіздің жағдайыңыз өте жақсы. Мен сізге медбике ретінде қалай лайықты бола аламын? Мен оны қорқытпау үшін алдымен жеке басыңды ашпайсың дедім. Шынымды айтсам, бұл көлікпен бұл адам Миа компаниясына тиесілі, ал Миада толық емес жұмыс істейді. Компанияда да өте қиын, ал қазір жасады. Бұл жолы мен сенен сүйісуіңді сұрау үшін қарызға алынған көлікті басқаруға келдім. Ендеше, бұл адамдар менімен актерлік өнерде ынтымақтассын. Біз кондиционерді жөндеушіміз. Содан кейін сіз кондиционерді жөндеушісіз, ал мен қамқоршымын. Бұл өте орынды, өте орынды. Кеттік, қайда бару керек? Алдымен ауруханаға барайық. Сосын анықтама аламыз. Баклажан жасаңыз. Баклажан. Бұл ұят. Ұят деген не? Мұның бәрі жастар арасында танымал емес пе? Біз бәріміз осы жастамыз. Айтайын, бұл ең әдемі. Бірақ күннің батуы, қызыл неке туралы куәлік жастарға ғана емес. Сонымен қатар орта жастағы және қарт адамдарға да патент болып табылады. Венсю, мен де саған үлкен той жасап, әдемі той көйлегін киіп, достарың мен туыстарың, ол қыздарың бізге батасын берсін дегім келеді. Мен мұны қаламаймын. Бұл өте ұят, ха-ха-ха. Бүгін біздің үлкен күніміз. Мен лакарт сатып алуға барамын. Кешке үлкен тамақ әзірлеймін. Әпкемнен менімен бірге тамақтануын сұраймын. Жарайды, әке, менікі дұрыс па? Сіздің әпкеңіз ас үйге бара алады, немесе ас үйге бара алады. Қарның ашқаны рас. Алдымен тамақ ішсең болғаны. Жақын арада ыдыс-аяқ жинағы дайын болады. Оның иісі өте жақсы. Алдымен дәмін татып көрейін. Неліктен бұл оның қолына ұқсайды? Шенсан, айтыңызшы, бұл тағамға не қостыңыз? Дәмі соншалықты жақсы ма? Мен жұлдызды анис ұнтағын қосуға бардым да. Бұл тағамның несі соншалықты хош иісті екенін сұрадым. Мен жұлдызды анис ұнтағы мен бұрыш ұнтағын салдым. Сіз 30 жыл бұрын Пинху ауылында болдыңыз ба? Кешіріңіз, мен телефонға жауап беремін. Сәлем. Үшеуі де кетті. Үй менің сұрағаным болса керек. Әке, сіз қыздарды аз ішесіз. Ал бүгінше, әкем телефонға жауап беріп, кондиционерді жөндеуге шықты. Алдымен тамақтанайық. Ол өте кеш оралуы мүмкін. Оны жалғыз қалдыр. Көбірек тамақтан. Ерте демал. Ертең сауда орталығына апарып, сыйлық бер. Бұл қаншалықты қызықты. Сен қазір менің анамсың. Қызы анасына сыйлық бермеуі керек пе? Кешкі асқа келіңіз. Мен үйленгенмін, бірақ сен үйленген адам емессің. Сіз мені кінәлайсыз ба?
Мен сені 30 жыл күттім. Сен түкке тұрғысызсың. Осы жылдар мен үшін қаншалықты қиын болғанын білесің бе? Бүгін мен үйленгенмін және басқалармен бірге тұрамын. Сіз мені кінәлайсыз ба? Ойын кеше түнде жоғалып кетті. Сіз тым көпсіз. Алдымен менімен бірге бол. Әйтпесе мен сені аяй алмаймын. Қызым, уайымдама. Әке, мен ашқым келеді. Мен бәрін асыға күтуім керек. Және Венсюмен жақсы өмір сүруім керек. Дәл солай, анашым. Мен келісім шартқа отыру үшін компанияға қайта ораламын. Әкем сенімен біраз уақыт бірге жүреді. Мен қайтамын. Ілгері жүру. Кеше көрсеткенім үшін кешіріңіз, кеттік. Сіз кеше жұмысқа бардыңыз. Мен сені қалай кінәлай аламын? Сіз тым көп жұмыс істемейсіз деп үміттенемін. Сонымен қатар, мен де ақша таба алмаймын ба? Елдің зейнеткерлікке шығуды кейінге қалдыру жөніндегі жаңа саясатымен бірге, мен әлі де бірнеше жыл бұрын ақша таба аламын. Бұл жағдайда біз міндетті түрде жақсы өмір сүріп, оған жақсы қамқорлық жасай аламыз. Дүкенге барып, саған көлік алайық. Сіз. О, кеттік. Ха-ха-ха-ха. Сәлем. Қош келдіңіз. Бұл жаман емес. Бұл өте әдемі. Ол сізге көбірек сәйкес келеді. Бұл тым қымбат. Ой, ақша саған ұнағанша. Саған ұнай ма? Білмеймін. Сәлем. Маған мынаны көрсет. Жарайды ма? Иісі бар. Қайыршы оның қолын тартып алды. Жаңа жыл, ана, сен не істеп жүрсің? Екеуміз үйленгенбіз. Құрмет көрсетіңіз. Кондиционерді қалайтын бейшара елесті құрметтеңіз. Неге біз оны құрметтеуіміз керек? Егер сен мұны істегің келсе, мен сенен бірдеңе сұраймын. Топ дегеніміз не? Бастық, жақсы бастық және G тобының бастығы. Қарғыс атсын. Мен $500 000 сыйлықтан айырылдым. Бұл күйеуімнің дайындық жұмыстарын жоғалтуына себеп болды. Егер сіз жауап беруге батыл болсаңыз, оған қарамасаңыз, күресуге батыл болсаңыз, сіз кедей боласыз. Екеуің аң-таң болып не істеп жүрсіңдер? Мен үшін оларды қуып жібермейсің бе? Кондиционерлерді жөндейтін және күтуші болып жұмыс істейтін қоғамның төменгі жағындағы адам бұған мүлдем қол жеткізе алмайды. Егер сіз оларды мен үшін қуып жібермесеңіз, мен ақша жұмсау үшін басқа үйге бара аламын. Кеттік. Мен 3 мысықты қаламаймын. Болашақта берік өмір сүрейік. Мен қалаймын. Мен саған әділетсіздік жасауға жол бермеймін. Сіз алдымен тұтынушыны білмейсіз бе? Тапсырыс беруші Құдай. Бұл дұрыс. Бірақ ақша жұмсай алмайтын кедейлер сатып алушылар емес, қоқыс болып табылады. Сіз әдетте сауда орталықтарындағы тұтынушыларға осылай қарауды үйретесіз бе? Мен өзімді шынымен тағам ретінде қабылдаймын және бізге үйретуге батылым бар. Өлген бейшара елес, кейіп танытуды доғар, қолыңнан келмесе шық, ісімізді кешіктірме. Механик, ол актерлік өнерге құмар. Ли Венсю, сен қандай еркекке ұқсайсың? Асығыңыз және оны бөліңіз. Мен сізді ақшасы бар кез келген адаммен таныстырамын. Ал сіз оны 100 рет ұстай алмайсыз. Неге әлі есеңгіреп қалдың? Мен саған әділетсіздік жасауға жол бермеймін. Сонда мен осында ақша жұмсаймын дегеніңіз ғой. Сізге барудың қажеті жоқ па? Біздің дүкендегі ең төменгі баға екеуіңіз киетін шүберек пен шүберек үшін 10 000 юан. Мен қорқамын. Сіз тіпті 500 юанға да қол жеткізе алмайсыз. Солай ма? Не сатып алу керек? Егер менің мүмкіндігім болса ше? Егер мүмкіндігіңіз болса, мен тізерлеп отырып, сізге тағзым етіп, кешірім сұраймын. Жарайды. Дүкеніңіздегі барлық алтынды орау үшін картаны сырғытыңыз және менің картаммен мәжбүрленгенде кейіп танытыңыз. Жарайды. Бұл 10 еске салғыш картасының жаһандық шегі. Бүкіл Санченде тек сүю бастапқы жарнасы туралы өтінішке сілтеме жасау мүмкін емес. Ең бай адам әйел, мен еркекпін. Бұл карта жалған болуы керек. Тек сіздің жолыңыз болуы мүмкін. Отбасында ақша бар екені рас па? Тек бұл туралы сөйлесіңіз. Бұл жалған полиция қоңырауы деп айтыңыз. Содан кейін сіз түрмеге түсесіз.
Егер сіз әдісті тазалай алмасаңыз, сіз жалған кемпірсіз, сіздің бетіңіз шынайы. Бұл жаңадан үйленген күйеуі түрмеге түспекші, сондықтан оны қайтадан тазаламау керек. Сырғыту сәтсіз аяқталды. Бітті. Рыцарь картасын қолдан жаса. Мен оларды тұтқындаймын. Сіз олардың ондағанын сауда орталығына апарып, қолыңызды көтеріп келдіңіз. Бізді ұстамаңыз. Біз бұрмалаған жоқпыз. Дәлелдер сенімді және ешқандай бұрмалау болған жоқ деп айттық. Анашым, сіз кемсітушілік картасын қолдан жасай алмайсыз. Көптеген жылдар бойы, ол кем дегенде 50 жыл болды. Мен бұл туралы не істей аламын? Қанеке, мынаны істейік. Рыцарь картасын қорлай отырып, үкім шығарылуы керек нәрсе олар макияж жасап, оны мен үшін тұтқындады, тек сен үшін. Ең байы адам сүйу. О, кел, мені ұстап ал, сен тоқтағандай киіп танытуға рұқсат ет. Неге анамды ұрып жатырсың? Ең бай адам сүйді менсің бе? Сені ұрып, соғуға батылсың ба? Оланда тұрған жеріңе қоныстан. Сіз осындасыз ба? Білмеймін, мені кешіріңіз. Менеджер сүйу, қателесіп тұрсың ба? Ол менің қайын атам, кішкентай ғана кондиционер. Қалай болар еді? Ең бай адам, махаббат менеджері Сью Шуфу соншалықты қарапайым киінетін еді. Мен оны ешқашан көрген емеспін. Әлемдегі ең бай адам. Мен шынымен қателестім бе? Оның оқу картасына не болды? Карточка жалған ба? Сондай ақ, оған мұқтаж емес қамқоршы бар. Ол қалай осылай көрінуі мүмкін? Егер мен шынымен жеткілікті болсам, егер сіз ең бай адам болсаңыз, онда мен ең бай адамның атасымын. Кемсітушілік картасын қолдан жасап, ең бай адам болып көрініп, мені қамауға ал. Кемпір, сен сондай бақытсызсың. Кет, өкінесің. Өлім келгенде қатты күресіңіз. Сіз бірнеше қисық сабақтарды ұрып, осы соқыр итке сабақ бергіңіз келе ме? Жоқ, тоқтағандай киіп танытуға жол берме. Егер сіз айтуға батыл болсаңыз, мен сізді кесіп тастаймын. Мен айттым, сен неге осындасың? Егер мен енді келмесем, әкем мен анамды сен өлтіресің, ал сен мені қателескенім үшін кінәлайсың. Уайымдама, сені қорлайтын ешкімді жібермеймін. Бұл кішкентай қыз, сен кімсің? Кіргенде менсің. Сен әлгі қыздансың ба? Оның қызынан ба? Сіздердің біреулеріңіз төраға, ал екіншілеріңіз әйел президент болып көрінесіздер. Үндеме, бұл біздің 70 топқа жатады. Мистер, деді Сью, дәл қазір оны қорлаған. Оны 18 алақанмен ұрған. Солай ма? Өте жақсы. Мен үшін олардың қолдарын кесіп тастаңыз. Бұл менікі, анам. Мен бұл емге қанағаттанамын ба? Немесе оларды мен үшін қуып жіберіңіз. Ал болашақта рыцарлар тобының салаларына кіруге тыйым салынады. Барлығыңызға келетін болсақ, біз Сью мырзаны жұмыстан шығаруда қателестік. Мырза, Сью. Сен, шынымды айтсам, сен кондиционер жөндеуші емессің, сен ең бай адамсың. Дұрыс, мен сен емеспін. Сенің ең бай адам емес екеніңді білемін. Кеттік. Киіп танытуға рұқсат етіңіз, біз сізге толықтай сене алмаймыз. Сонда мен бірдеңе істегім келеді деп ойлайсың. Егер бізде ақша мен ықпалдың қандай да бір түрі болса, онда біз, әрине, менсінбейтін боламыз. Бірақ орта жастағы адамдар тазалаудан, күтушілерден,
күзетшілерден және кондиционерлерді орнатудан басқа не істей аламыз? Ежелгі уақытта саудагерлер мен фермерлер Цанчжоуда алманың көп мөлшерін сатуға болмайтын. Тікелей эфир жасай аласыз ба? Тікелей эфирлер фермерлерге көмектесіп қана қоймайды. Сонымен қатар ақша табуға және бір сәтте көбірек ақша табуға көмектеседі. Бұл тікелей эфирдің барлығын жастар жасайды. Біздің жастағы, орта жастағы адамдарға не болды? Қазір ел зейнетке шығуды кейінге қалдыруды жақтап жатқан жоқ па? Экономикаға үлес қосасыз ба? Қараңызшы, егер сіз оған көмектеспесеңіз, оған кім көмектеседі? Сонда ағам, мен саған көмектесемін. Менің махаббатым фермерлерге көмектесу үшін тікелей эфирде көрсеткісі келеді. Сен маған тікелей эфирдегі жабдықтардың ең жақсы жиынтығын және ең жақсы бас трансляция тобын дайындайсың. Тағы бір мәселе рыцарлар тобының атынан емес, Valley Village сату атынан демеушілік жасау. О, уайымдама. Менің Кайту отбасына сенгенімді қалауың керек. Венксия Фарм тікелей эфир бөлмесіне қош келдіңіз. Чен Цаоен мақұлдаған Майгу ауылының демеушілігі үшін рахмет. Бұл тікелей эфир табиғи түрде күшті. Мен Майгу ауылының отбасы мүшелерін таңдаймын. Биылғы жылы Цанчжоудағы алмалар мол жиналады. Бірақ ауа райына байланысты оларды сатуға болмайды. Көрдіңіз бе? Мұндай жақсы алманың тек жерде шіріп кететіні өкінішті. Отбасы, әпке, осында кел, маған қарасаң, жоқ деп айт. Тікелей эфирде бір адам ғана отыр. Бұл тікелей эфирдің басы ғана емес пе? Бұл платформа әлі итерілмеген бе? Сары көлікке көтеріліп, оған жабысыңыз. Жүр, отбасы, мына фермер ағай. Бұл тым қиын. Сүйектер фермерлерге зиян тигізеді. Бірақ мұндай жақсы алма тек жерде шіріп кетуі мүмкін. Бірақ фермерлер мен нағашылар, олардың барлық тұқымдары импортталады. Ал балалардың оқу ақысы әлі де күтілуде. Отбасы, бұл алма иә, үлкен, тәтті және хош иісті. Бұл қантты жүрек алмасының S-класы. Қазір тапсырыс беріңіз, 39 юанға дейін біз сіздің үйіңізге 10 мысық тегін жеткіземіз. Балалар, сендер не жейсіңдер? Сонымен, неге тікелей эфир бөлмесінде бір ғана адам бар? Біздің топ 100 юанға жұмыс істейді. Ал қазір олардың барлығы маған жеміс-жидек сатып алуға тапсырыс беріп жатыр. Кім қызғанышпен сыйақы алғысы келеді? Сонымен қатар, бұл сиырға не болды? Қазір маған ондаған миллион жарнама беріңізші. Бір сағаттың ішінде мен Венсюдің тікелей эфир залынан миллионнан астам адамды қабылдауды өтіндім. Сонымен қатар, мен өзімнің жеке басымды ашқым келеді. Позитивті энергия жақсы жемістерге тапсырыс беруге қалай көмектесетінін білмейді. Отанда киелі жазбалар да бар. 100 қорапқа тапсырыс беріңіз және қолдау үшін достарыңыз бен отбасыңызға Якор сыйлықтарын жіберіңіз. Фермерлерге 10 қорапқа тапсырыс берулеріңізді тілеймін. Тапсырыс беруді жалғастырайық және фермерлерге көмектесейік. Ағайдың биылғы қажырлы еңбегіше қолдау көрсеткеніңіз үшін Лю мырзаға рахмет. Мына Корея әйелін ренжітеді деп ойламадың ба? Отбасы мүшелері, бұл S дәрежелі Рок, Кэнди Харт, Биг Эппл. Енді келесі тапсырыс небәрі 39 юан. 9 апалы сіңлілі, қараңызшы. Қазірдің өзінде тікелей эфирде 100 мың адам бар және олар үйленуге ондаған мың тапсырыс сатқан. О, сыйлықтарды шеткамен тазалаудың қажеті жоқ. О, тым көп, тым көп. Рахмет, рахмет, рахмет. О, рахмет, рахмет. Сатылды, сатылды, сақталды. Рахмет. Мен сенің қолыңнан келеді деп айтамын. Жүре бер. Бұл сима Таиланд миллиондаған адамдарды санамай, интернет атақты болды. Егер сіз оның қартайғанына қарасаңыз, оның орнына төменгі аяғында бастапқы жарна бар екенін көресіз. Егер бастапқы жарна танымал болса, сіз оны бастық миге үйленуге мәжбүрлемеуіңіз керек. Мен сондай күштімін. Сіз үлкенсіз, жалынсаңыз кешіресіз. Ли Венсюдің тікелей эфирін көруді өтінудің қажеті жоқ па? Оған кездейсоқ демеушілік жасайтын Майгу ауылы емес. Мен олардың сұйық салатын бұрын сатып алғанмын. Яғни Майгу ауылының иесі естелік. Басқаша айтқанда, сіз алдадыңыз және сіз үлкен ағаны орап алдыңыз. Түсінікті болсын. Мен неге түсінбеймін? Басқаша айтқанда, бұл өлген кемпір ең бай адамға мүлде үйленбеген. Егер ол шынымен де ең бай адамға үйленген болса, онда неге оған демеушілік жасайтын ең бай рыцарлар тобы емес? Демек, бұл адам жалған, ал бүгін оның басынан өткен оқиға да жалған. Мені бетінен ұрды. Анашым, уайымдамаңыз. Бұл бірнеше күннен кейін Еданың кездесуі емес пе? Сіз және Ли Венсю, сіз дұрыс емес кездесуде сыныптастарсыз. Менің ойымша,
Ол жақсы көрінеді. Цанлин, мен бүгін демалыс алып жатырмын. Сондықтан оны эфирге шығармаймын. Бұл стиль емес. Еңбекқор кішкентай ара. Бүгін Еданың сыныптастары Грант қонақ үйіне барды. Барлығы бір-бірін көрмегеніне 10 жылдан асты. Мен барғым келеді. Бұл мүмкін. Дәл солай болады. Мен де Грант қонақ үйіне барамын. Жөндеу шеберханасына барайық. Бірге барайық. Сіз әдемі киінесіз. Мен Мияумауға қоңырау шаламын. Сізге қолдау көрсететін бірнеше көлікше. Міне бітті. Сәлеметсіз бе, Лю мырза? Маған Rolls-Royce'ты қарызға беріңіз. О, жоқ. Rolls-Royce'тым қымбат. Мұның бәрі әйелдер. Бұл компанияда ең арзан көлік бар ма? Ұмыт, рахмет. Сәлеметсіз бе? О, мына немере ағасының компаниясы тым бай. Не Rolls-Royce, не Mercedes-Benz, Mazda, неге таксиге отырмасқа? О, таксиге отырудың қажеті жоқ. Бұл ақшаны ысырап ету. Менің айдайтын зауытым бар. Осы вақытта сіздің көлігіңіз. Ой, 360 градустық панорамалық көрініс. Күтпеген жерден төраға электрлік есек болып шықты. Ол артқы орындықта отырды. Ей, сен түсінбейсің бе? Бұл орта жастағы және егде жастағы адамдардың талғамы. Бұл өте жақсы. Мен ескі сыныптасымның мониторымын. Ой, әзіл, бұл сен менен бірінші сұрадың. Бұл менің махаббатым Цанлин. Ол кондиционерді жөндеуге келді. Бұл мен. Даксуэ. Баршаңызға сәлем. Бұл жаңа ғана бақшадан алынған алма. Қырықаяқ пирогы өте балғын. Оның дәмін әркім тата алады. Мен, Венсю, оған қалай теңесуге болады? Мен саған мүлде лайық емеспін. Сіз тым алысқа барасыз. Менің кімге тұрмысқа шығуға дайын екенім және кімге үйленетінім сізге бәрібір. Бірақ егер сіз олардың біреуіне үйленіп, біздің деңгейімізді төмендетсеңіз, біз өзіміз боламыз. Директор Прайстың әйелі банкке үйленген, ал қызы қазіргі 4 үйде. Сауфан, сәл нашар. Мердігерді қосып, жылына миллиондаған табыс табады. Бірақ мердігерді қоссаңыз, сыныптастарымыз сізбен салыстырмайды. Мен жалғыз бақытты өмір сүремін. Бұл жақсы емес. Бақыт хикаясы. Есегім, электромобиль мен супермаркетке бару да жаман фильм. Звондашы, артымнан ерме босқа, артымнан ер. Мен осындаймын. Осы жылдар ішінде сіз зауытта жұмыс істеп, көп ақша таптыңыз. Мен сізге айына $20,000 беремін. Мені жіберіңіз. Бұл тым аз 40,0 егер сіз жібергіңіз келсе, 60,000-нан артық болуы мүмкін емес. Сен не істеп жатырсың? Мен қолымды таза ұстаймын. Келесі жолы осылай жасасам, сені босқа жіберемін. Сен Лао Цзыны ұрып соғып, адамдардың сені өлтіруіне жол бересің. Барлығымыз кірейік. Студенттер көптен бері төбелесіп келеді. Әзірше жасақ жетекшісіне бет бұрыңыз. Мен саған айттым, әйтпесе сен әлгі бейшара елесті менен қуып шығасың. Жарайды, Ли мырза. Төраға, жарайды. Төраға, бұл қонақ үй мейдің қонақ үйі. Мен кіммін? Төраға, мен ағамын. Сіз жаттығасыз ба? Дұрыс. Жаттығу кезінде маңызды VIP-тің көңілін көтергіңіз келеме? Бұл үй. Ол мені өлімге дейін қорқытады. Біз қай бөлмеде тұрмыз? Сынған, солай емес пе?
Жарайды. Сью мырзаның жасы 50-ден 60-қа дейін. Ол әйелін тиран сияқты қуады. Ол әзіл ойнай алады. Сен қазір мектепке барасың. Мені тез арада не деп атады? Жарайды. Сәлем. Жұмыс. Бүгін менің әйелім сыныптастарының кездесуі. Оған жақсы төраға табыңыз. Оны біраз уақытқа шығарып салуды ұмытпаңыз. Мен оны естігеніме көп болды. Жарайды ма? Бұл менің қызым шетелдік компанияның басшысына тұрмысқа шыққан. Менің киімімді, тамағымды, баспанамды және көлігімді күтуші береді. Балалы бол. Күйеуінің оған қанша айтқанын білесің бе? 10 миллион плюс теңіз жағасындағы виллалар жиынтығы. Сіздің қыздарыңыз өте жақсы үйленген. Менің қызым номиналды құнын және фигурасын қалайды. Бірақ ол қоқыс Ли Венсюге үйленген және оның жолы болмады. Жоқ, мен Цин мен Ли Джунхуимен ажырасып, қайта үйленуім керек. Гуйфен, Цин мен Джунхуидің неге ажырасқанын қалайсың? Туыстары жүкті, бейшара елестер затқа лайық емес. Олар ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Мен Цинге баланы құртуға рұқсат етемін. Содан кейін сыныптағы кез келген ескі сыныптасына үйленемін. Ол отбасынан 100 есе күшті болады. Шынында да, мен сен маған жауап бересің дедім. Бұл ескі отряд жетекшісі, сенің байлығың 100-ден асады. Мен сенің соңыңнан қалай ере аламын? Бұл оның батасы. Жақсы күн, сонда біз мәміле жасай аламыз. Екеуің тым көпсіңдер. Сіздің кедей отбасыңыздың шырылдауы қызымның ажырасуына жол бермейді. Сіздің үйіңізде не болды? Ескі отряд жетекшісі, менің қызым күн сайын таулар мен теңіздердің дәмді тағамдарымен жақсы өмір сүреді. Ұлыңыздың соңынан еруге қалай қарайсыз? Күн сайын қопсытқышты жеп, көкөністерді жұтып қойыңыз. Неге оны ақшамен өлшеу керек? Сіз ақша үшін кіші курс студенті болдыңыз және оны айтуға әлі де мүмкіндігіңіз бар. Ұялмайсың ба? Сіз не туралы бос сөз айтып отырсыз? Әлі де кейіп танытуда. Кел, достар, қараңдаршы. Бәрің де осында қараңдар. Венсю, менің гүлім қайда? Дәл қазір күйеуі оның диетасы мен күнделікті өміріне қамқорлық жасайтын тікелей эфир бөлмесі, ал жолда келе жатқан бастық Ванг ақша табу үшін онымен бірге ұйықтайтын алтын шебердің әкесі. Жоқ, бұл Джин ата. Ер адам, қазірдің өзінде 70-80 жаста. Құдай-ау, мен оны түсіне алмаймын. Венсю қазір 70-80-нен асқан тікелей эфирдегі қыз. Сондықтан Венсю әлі де жақсы болады. Олай емес. Үміттенемін. Мен бетінің таза және ұятсыз екенін көрмеймін деп үміттенемін. Сіз бұдан жас және жігерлісіз. Егер сіз менің артымнан еріп, ұлыңызды рыцарлар тобына жұмысқа орналастырсаңыз, мүмкін сіздің ұлыңыз күннің қызымен ажырасудың қажеті жоқ шығар. Уайымдама. Бәрі бітті. Ол көрші елдерде 2 мысықтың азаюымен шай ішуге болады деп айтуға батылы бар ма? Дәмі жақсы, бірақ гокураны сатпайтын сұйық салат адал. Міне, төраға, олар ложадағы ханымды өлімге дейін қорлап жатыр. Жалған ақпарат онда емес. Мен қауесет шығарамын. Сен мені әлі күнге дейін өзің жасаған боқтар туралы өсек айту үшін қолданасың. Сен мұны жасамас бұрын сұрайсың. Сыныптастарыңыздан хаттарыңыз бар ма? Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, мен оны естідім. Венсау, сіз оны әлі де ұстанасыз. Бәрі сатылады. Оны саған осында сат. Мен саған 100 000 берсем, қалай болады? Ол қалай? Кешігіп қалдым. Жақсысың ба? Ол өлді. Ол сізге төрағамен осылай сөйлесуге батылдық берді. Мен сізге кейінірек түсіндіремін. Менеджер, сіз оған мен сияқты алданып қалдыңыз ба? Ол төраға бола алмайды. Айтпақшы, мен Найт Груп еншілес компаниясының бастығымын. Мен оны ешқашан кездестірмедім. Сіз оны көрмедіңіз, солай емес пе? Себебі сіз капиталмен жұмыс жасайсыз. Сіз Найт Груп еншілес компаниясының басшысы емессіз бе? Соңына жеткенде, мен сені 1 минуттың ішінде жұмыстан шығарамын. Ал бір салада мені 1 минуттың ішінде жұмыстан шығарғаны үшін әрқашан кек аламын. Солай ма? Сен ақымақсың ба?
Ей, екі жағы көрінді. Ғимараттың қалдықтары көрінді. Ал 360 жылдары бәрі жабылып, өлуге дайын болды. Саған не болды? Бұл туралы нақты ойланыңыз. Сіз алаяқтық қоңырауға байыпты қарайсыз. Бірақ бұл телефон нөмірі шынымен де Night Group жаңалықтары. Жоқ, жасанды интеллект технологиясының бұл тұлғасы жалған телефон қоңырауын айтпағанда бәрін жасай алады. Дұрыс, бұл алаяқтық қоңырау және ол ешқашан дөйін бола алмайды. Дұрыс, мен шынымен білмеймін. Сонда менің рыцарлар тобының төрағасы екеніме қалай сенуге болады? Тәуекелге барайық. Егер сен жеңсең, мен де жеңемін. Сонымен, біз қалай бәстігеміз? Қарапайым тілмен айтқанда, әлемдегі ең бай адамның ақшасы болуы керек. Бұл мен тапсырыс берген тағам. Мен сатып алған тағам. Сіз тапсырыс берген тағам болады. Егер сіздің сату тапсырысыңыз менен асып кетсе, ол толығымен жеуге жарамды. Бұл ақша мен үшін бір тиын субсидия ма? Сіз өзіңіздің соңғы көрінісіңізді айттыңыз, егер мен жеңсем, бәрі жақсы болады. Егер сіз жеңсеңіз, мен асықпаймын. Менің атымдағы барлық сөздерді айтуды сұраймын. Жасақ жетекшісімен бәрі жақсы, ағай, мен сені жақсы көремін. Мына жасыл сыныптасым. Кел, ұлыңды сынап көр. Әр адам 2 данадан таба алады. Ол оларды 10 еседен астам алып, барлығына тамақ берді. Сонымен қатар, сіз осы үлкен қонақ үйлерге келгенде, барлығының тұтынуы, менің ойымша, сіз психикалық аурумен аурасыз, солай емес пе? Көрермендер төлейді. Оның қанша екенін білесің бе? 63,4 миллион, 60 миллион. Сонша ақша, ол 60 миллионнан асқандай кейіп танытсын. Мен есепшотымды қалай төлеу керектігін түсінемін. Сіз жай ғана күтіп, жалаңа жүгіресіз. Мен дедім. Мырза, бұл сіздің 5,83 миллионыңыз. Алипай 1,83 миллион юан алды. Бос сөз, асығыңыз. Әрі қарай, мен сізді жеңімпаз деп жариялаймын. Дұрыс па? Ол тіпті ақша төлемеген. Қалай жеңе алар еді? Яғни, сіз одан ақша талап ете аласыз. Сіз алдайсыз. Ол біздің төрағамыз, және бүкіл қонақ үй оған тиесілі. Ол әлі де төлеуі керек пе? Ол шынымен де төраға. Менеджер бұған өзіңіз де сенбейтіндігіңізді айтты. Мен де сенбеймін. Ол төраға Ли Яминг, мырза, Ли, сіз мені көргенде маған сенуіңіз керек. Бұл шынымен Си мырзаға қатысты. Яғни, Си Цзинлин шынымен де төраға. Мен жақсымын. Бұл адамдармен не істемекшісің? Олардың барлығы ескі сыныптастар. Егер олар бір-бірімен сөйлеспесе, не істеу керектігін көре алады. Сізге сәттілік, ешқандай кемшіліктер жоқ. Сиу Шуфу, тағы не айтасың? Мені кінәлі. Өйткені мен саған өзімнің жеке басымды айтудан қорқамын. Сені осылай деп қорқытудан қорқамын. Тікелей эфирдің демеушісі, Селенг Вэлли Village компаниясының бастығы Ванда сізсіз. Сіз маған өтірік айттыңыз. Жақсы, аянышты. Вен бауырым, менің кім екеніме қарамай,
екеуміз де өмірімізді жалғастырамыз. Анашым, ең бай адам болатын, күйеу тапқаныңызбен құттықтаймын. Енді маған картаға 100 миллион беріңізші. Сен жындысың. Шындығында ақшаның қиылысуына жол бермейтін ештеңе жоқ. Сіз мені кінәлай аласыз ба? Бұл менің анама тым көп қарағаныңыз үшін емес. Оның жүрегін түсінбейтін миллиард адамды кім ала алады? Жоқ, мүлдем жоқ. Ол менің анам. Қазір ол ең бай адам болатын күйеу іздеп жүр. Ол мұны менің ұлым деп таниды деп ойлайсың ба? Сіздің өмір сүру шығындарыңыз сіздің өміріңізді жақсартсын. Сен не істеп жатырсың? Асығыңыз, бұл қанша тұрады? Сіз маған айтасыз, егер сіз Венсюді ренжітпесеңіз және сізді көрмесеңіз, ол бізді жібермейді. Сен байсың. Сіз маған кемсітушілік картасын бермедіңіз бе? Сіз оны мен үшін басып шығаруыңыз керек. Бұл сурет қайдан пайда болды? Бұл мен емес пе? Сіз қолдарсыз. Бұл сол. Бұл. Осы жылдар бойы қайда болдың? Мен сені қатты іздедім. Айтыңызшы, менде қиындықтар болды. Мен тығырыққа тірелген жерге сырттан орала алмаған кезде атымды өзгерттім. Мен үйге келгенде, бірақ сен ол жерде болмасаң, сен маған жүкті екеніңді. Содан кейін жетім қалып, жесір қалғаныңды айттың. Адамдарға толы бөлме мені мазақ етті. Менің ойымша, сіз мүлдем өмір сүре алмайсыз. Егер сіз өз өміріңізге осылай қарасаңыз, сізге не болады? Ол, кешіріңіз, деді. Әке, менің әкем өлген жоқ, мен әкеммін. Қалайсыз? Сіз бізге қалай көмектесе аласыз? Анашым, кешіріңіз, мен қателестім. Кешіріңіз, мен сізді азапқа салдым. Бұл қалай болуы мүмкін? Сонымен қатар, бұл отбасы болып шықты. Жоқ, мен оларды тез өлтіремін. Сіз маған келін болуға рұқсат бермейсіз. Маған ақша керек емес. Сондықтан тозаққа бар. Бала. Жарайды. Тоқта, сен қамауға алындың. Кеттік. Мен той томалақты жақсы көретін адамды іздеп жүрмін. Бұл менің туыстарым. Бұл керемет болар еді. Ауруханаға барыңыз. Мен ауруханаға барып, осы нәрсені ұстаныңыз дедім.